Кейде тыныш үйдің қадірін күнделікті күйбеңмен ұмытып қаламыз. Бірақ та ең үлкен нығметтердің бірі ол дау-жанжалсыз, тыныш, мейірімге толы отбасы. Ешкімде керемет болмауы мүмкін, бірақ та бір-біріне төзе алатын, кешіре алатын, шүкір ете алатын жандардың үйі береке табатын мекен. Отбасы сынақ орны емес, тыныштық табатын жер болу керек. Сол тыныштықты сақтап қалу әр адамның ниеті мен сабырына байланысты. Бүгін өзіңе қарап, шүкір етші. Бәлкім, бәрі мінсіз емес шығар. Бірақ жүрекпен бағаласаң, бәрі де жеткілікті екенін ұғасың. Дастархан басында бәрі өз орнында. Бірінің көзі күлген, бірінің қолы шай құйып отыр. Сол сәт ең үлкен тыныштық, ең шынайы шүкір ететін сәт. Қарапайым сәттерде өмірдің шынайы байлығы жасырынып жатады. Отбасы бұл өзара түсіністік пен тыныштықтың ең әдемі мекені.